Сәлеметсіздер ме? Мен Сабирова Нұргүл Серікқызы 1986 жылы 2 қазанда дүниеге келдім. Бүгінде нөмірі 49 жыл жалпы орта білім беретін мектеп жанындағы шағын орталықта әдіскер қызметін атқарып келемін. Еңбек өтілім 15 жыл. Жоғары білімімді Батыс Қазақстан инженерлік гуманитарлық университетінде алдым. Мен жүрегіме тәрбиеші мамандығын шын сүйетін жанмын. Балалар біздің болашағымыз. Олардың бойына ұлттық тәрбие мен ізгілік дәнін себу мен үшін үлкен бақыт, зор жауапкершілік. Әдіскер ретінде тәрбиешілердің кәсіби дамуына бағыт беріп, жаңа әдіс тәсілдерді, заманауи технологияларды күнделікті жұмысында тиімді қолданамын. Әсіресе ұлттық құндылықтар мен салт-дәстүрлерімізді жас ұрпақ санасына сіңіруді басты мақсатым деп білемін. Менің жұмысым тек тәрбие беру емес, ұлттық болмыс пен рухани мұраны сақтау жолындағы істейміз. Әлеуметтік желілерде белсенділік танытып, авторлық материалдар мен жобалармен бөлісіп отырамын. Алдағы уақытта кәсіби біліктілігімді одан әрі жетілдіріп, тәрбиелеу ісіне жаңа серпін беруді көздеймін. Осындай маңызы зор байқауға қатысу мен үшін үлкен мәртебе. Менің кәсіби дамуыма үлес қосқан курстар мен сертификаттар. Өрлеу орталығының 2024 жылы ұйымдастырған мектеп жасына дейінгі балаларда этномәдениет құндылықтарын қалыптастыру курсы. 2024 жылы НЕС бағдарламасы бойынша тиімді коммуникация және келіссөз жүргізу өнері. 2025 жылы НЕС мектебінің мектеп командасының кәсіби құндылығын арттыруға икемді дағдылар курсы. 2023 жылы облыстық деңгейдегі Proper Durex пәнді тереңдік зерттеу. 2025 жылы Коллео ұйымдастырған оқу үрдісі және генеративті модельдер мен промпт инжиниринг өнері курсы. Менің тәрбиеші әрі әдіскер ретіндегі басты мақсатым бала тәрбиесінде ұлттық құндылықты заманауи әдіс тәсілдермен ұштастыра отырып, үздіксіз кәсіби даму мен тәжірибе алмасу арқылы сапалы білім мен тәрбие беру, мектепшілік жұмыстарында сабақтастық пен ата-анамен байланысты нығайтуға баса мән беремін. 2023 жылы ата мен ана бала тәрбиесінің қамқоршысы, өнегесі атты мектепке дейінгі ұйым мен ата-аналар арасындағы өзара байланысты арттыруға арналған шара ұйымдастырылды. Ал 2024 жылы мектеп алды сыныбы мен бір сыныптар арасындағы сабақтастық тақырыбында жұмыс жүргізіп, білім берудің үздіксіздігі мен үйлесімділігін қамтамасыз етуге үлес қостым. Қауымдастық аясында да белсенділік танытып келемін. 2023 жылы ойын арқылы оқытуды қалыптастыру және балалардың шығармашылығын дамытудағы дәстүрден тыс әдіс тәсілдер тақырыптарында тәжірибемен бөлістім. Ал 2025 жылы цифрлық сауаттылық болашақтың кілті атты қауымдастық кездесуінде жасанды интеллект құралдарын пайдаланудың тиімділігін көрсете отырып, әріптестерімен пайдалы идеялармен алмастым. Қалалық деңгейде де кәсіби жетістіктерімді паш етіп келемін. 2022 жылы ертегі терапиясы арқылы балалардың ойлау қабілетін дамыту. 2023 жылы кітап біздің досымыз. 2025 жылы Батыс Қазақстан инженерлік техникалық институты ұйымдастырған мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектеп табыстылықты арттыру әдістері секілді өзекті тақырыптарда ой бөлісіп, табысты жұмыс жасап келемін. Бұл шаралардың барлығы менің бала тәрбиесі мен білім беруге деген шынайы көзқарасымның, ізденісім мен кәсіби өсу жолымның нақты көрінісі. Құрметті әріптестер, 2025 жылдың тамыз айында өткен білім келешегі адал азамат кәсіби маман атты қалалық тамыз кеңесінің секциялық жұмысында мен жасанды интеллекттің мүмкіндіктері тақырыбында өз іс тәжірибеммен қазіргі білім беру жүйесінде жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалану уақыт талабы. Мен өз жұмысымда Chat, Bing Image Creator, DED, Canva сияқты платформаларды пайдалана отырып, сабаққа арналған интерактивті тапсырмалар мен викториналар жасау, оқушыларға кері байланыс беру, 3 аватар арқылы таныстырылым жасау, ұлттық құндылықтарды заманауи форматта таныту, тәрбиешілер мен ұстаздарға арналған креативті контент құрастыру жұмыстарын жүзеге асырдым. Бұл тәжірибе педагогтердің цифрлық құзыреттілігін арттырып қана қоймай, білім алушылардың қызығушылығын оятып, ойлау қабілетін дамытады. Секция жұмысы барысында қатысушыларға жасанды интеллект арқылы жасалған бейнероликтер, презентациялар, викториналар көрсетіліп, нақты қадамдар мен платформалармен таныстырылды. Мақсатым жасанды интеллектті тек құрал ретінде емес, білім беру процесінің серіктесі ретінде қолдану. 2024 жылдан бастап біздің шағын орталықта ерекше эко-этно-STEM жобасымен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жоба баланың жан-жақты дамуы үшін табиғатты айлауға, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Жобаның 3 негізгі бағыты бар. Табиғатты қорғау және экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Этно қазақ халқының бай салт-дәстүрін, тұрмыстық мәдениетін таныстыру. STEM ғылыми-техникалық сауаттылықты арттыру, зерттеу, тәжірибе жасау, логикалық ойлау және жобалау қабілеттерін дамыту. Бұл жоба арқылы балалардың экологиялық санасы қалыптасады, табиғатты қорғау және жануарларға жанашырлықпен қарау дағдылары дамиды. Сонымен бірге ұлттық құндылықтарға деген қызығушылықтары артып, салт-дәстүрлер мен киіз үй, ұлттық ойындар туралы терең білімге ие болады.